аңқылдап, ана дейді жас сәбиде жарқылдап. Ана деген бәйтерегі өмірдің, ана деген алтын қазым, алтын бар. Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар? Бүгінгі біздің 8 келе жатқан аналар мерекесімен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілейміз. Бүгін біздің балапан тобының ертеңгілігіне қош келіпсіздер. Балалар, бүгін айналаға қараңдаршы, қандай әдемі болып тұр ма? Ән залымыз. Бүгін қандай мерекені тойлап жатырмыз? Аналар мерекесін, қыздардың, апалардың, әжелердің, балалар енді аналарымызға арнаған тақпақтарымызды айтып берейік. Анам менің өмірдегі тірегім, анам менің кеудемдегі жүрегім. Данасың, арқа сүйер, панасың. Еңбегіңді ақтаймын, аман болшы анашым. Анашым, анам, ризамын саған. Іліңді алам, ақылды көрінген маған шуағымсың сен, айналайын мама қуанышымен, шаттандырған мені жұбанышың сен, құттықтаймын сені мерекеңізбен. Сөзін ойға түйеміз. Әжелерді ардақтап, әдеппен бас иеміз, еңкеміз. Қандай? Көп еді. Күнде айтып береді. Қуанады балаша. Менің әжем тамаша. Алихан, менің әжем мейірбан. Мені жақсы көреді. Қажетіне жарасам, жас балаша күледі. Онда не болып жатыр? Мен бұл жерге қалай тап болдым? Сендердің әсем дауыстарыңды естіп, осында қарай жүгіре жөнелдім. Сәлеметсің бе, Маша? Қайдан келе жатырсың? Ой, сіз сұрамаңыз. Мен негізі орманға саңырау құлақ теріп, мына көктемнің кереметтігін тамашалайын деп шыққан болатынмын. Жол жөнекей мынау қорқор көбелектер ұстатпай. Ой, мына көбелек. Үстіп жүріп, адасып кеттім. Саңырау құлағым да жайына қалды. Маша, біз аналар мерекесін тойлап жатырмыз. Мұнда бәсе, балалардың бәрі құлпырып, ерекше жүз
біз саған сыйлық алуға көмектесеміз. Әзірмісің сен? Аналар мерекесін бірге тойлауға, бірге қосылып бізбен бір би билеп. Ой, биді деген жанымды беремін. Биді Bunda ne болып жатыр? Meni kim oyatты? Ой, балалар, бізге аю келіпті. Аю? Ұйқыдан басқа ешнәрсе білмейді. Ұйқыбас аю. Ұйқыдан басқа ешнәрсе білмейді. Маша! Бізге мұнда қайдан білмейді? Аюжан, ашулымас. Бүгін мереке, түсімде болмайды. Мереке? Қандай мереке? Құрметті Аюжан, бүгін 8 наурыз аналар мерекесін тойлап жатырмыз. Ой, аналар мерекесі. Мен анама сыйлық алмадым ғой. Ой, Аю, ренжіме. Бізге еш уайымдаудың қажеті жоқ. Біздің мынандай балапандар тұрған кезде бізге еш уайымдамаймыз. Бізге балалар көмектеседі міндетті түрде. Солай ма балалар? Иә, Солай балалар, солай ма? көмектеседі балалар. Салақай, мерекелеріңмен. Ал Аюжан, ендеше біздің көңілді жігіттерге би билеп. Just
иә? Не жақсы көреді екенсіңдер? Не деген тамаша. Ал енді не? Осыменен көңілді ойын қайтесек, ойнасақ қайтеді балалар, а? Маған келсесіздер ме ойын ойнауға бізбенен? Балалар мына керемет ой ғой. Кәне ойнаймыз ба? Ойнайсыздар ма балалар? Ойнаймыз ғой, иә? Жарайсыңдар. Ойынды мен өте жақсы көремін. Ойнай бергім келеді. Ойынды мен өте жақсы көремін. Бірақ балалар, ойынды бізбен сендермен бірге ойнаймыз. Ойынның аты саңырауқұлақ жинау. Мынау көктемде тамаша айналада саңырауқұлақтар өсіп екен. Осы саңырауқұлақтарды маған жылдам бәріміз бірге жинап береміз. Келістік пе балалар? Ай, Маша, ойын десе жан бересің. Әрине, ойынды жақсы көремін. Балаларды да ойнат ендеше, Маша. Әрине, аю. Балалармен бірге ойнаймыз ғой. Балалар, кәне бірге. Ең керемет, енеген жылдар. Епті балалар қара. Ой, келі. Ой, тамаша. Ентелеге балалар. Кәне. Ой, жарайсыңдар. Біздің балалар ойнау арқылы менің терілмей қалған саңырауқұлақтарымды де тез жинап бере қойды. Рахмет, балалар, жарайсыңдар. Рахмет сендерге балалар. Мен көңілді көктеммін, бұлттыр келіп кеткенмін. Құшағым гүлге қолсын жеп, нұрымды мен төккенмін. Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіңдер ме қонақтар? Мен сонау орман гүлді аралап, атты жаңалықтым. Мереке, сендердің ән таңбаға қатқан дауыстарын естіп сендерге келдім. Бүгін мереке екен ғой. Барлықтарың сондай әдемі болып кетіпсіңдер ғой. Аналар мерекесі құтты болсын. Қарасам, Аюжан мен Маша да осы жерде екен ғой. Сәлеметсің бе, Маша қыз? Сәлеметсің бе, Аюжан? Сәлем, көктем. Сәлеметсіздер ме? Көктем, қош келіпсің. Бұнда біздің жүру себебіміз мен көктемнің тамаша, ғажайып көрінісін тамашалаймын. Әрі саңырауқұлақ келемін деп орманға шыққан болатынмын. Жолда көбелекті қуып, әсем балалардың дауысын естіп, осында да қуып. Иә, мен де ұйқымнан тұрып осында келіп қалдым. Енді Маша екеуміз керемет мереке өткізіп жатырмыз мұнда балалар. Тамаша, керемет. Мен балаларға құр қол келген жоқпын. Өзімнің гүлдерімді ала келдім. Кәне балалар, гүлмен билейікші бірге. Oynar
балалар, осы гүлдер жиналған гүлдермен Маша мен Алға берсем қайтер екен, е? Мерекелермен аналарын құттықтасын, я балалар? Ала ойыңдар. Ой, рахмет. Енді аналарымызға сыйлаймыз. Міне әсірге шешіле түсті міне. Енді мен анама мына әдемі тамаша керемет гүлді қуана сыйлаймын. Анама. Анасын қуанып қалатын болды ғой. Маша, көктем аруы, сендерге көп рахмет. Сендер келгені біздің балалардың көңілдері көтеріліп қалды. Ой, о не дегеніңіз? Қайдағы? Біздің көңіліміз көтерілді. Иә. Сендерге көп рахмет. Қандай тамаша мерекеде көңіл күй сыйладыңдар. Алғысымыз шексіз сендерге. Мерекелерің тағы да құтты болсын балалар. Біз енді қайтайық балалар. Қош сау болыңдар. Келесі кездескенше. Сау болыңдар. Құрметті қонақтар, өмірде өзгермейтін үш нәрсе бар. Ол ананың ақ сүті, күннің көзі, сәбидің күлкісі дейді. Ал әкесінің қыздарына деген махаббаты ше. Бүгін сіздерге аналар тосын сыйымыз бар. Қыз баласы әкесі үшін сезімі бөлек ғалам ғой. Жұдырықтай жүрегін жылытатын адам ғой деп Асқартау әкелерімізді ортаға шақырамыз. Ертеңгілік осымен аяқталды.